Осындай сайлау 2 маусым күні сіздің ауылда да өтетін болады. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Конституциялық заңына сәйкес және Ақжайық ауданының аумақтық сайлау комиссиясының 2024 жылғы 24 сәуірдегі номер 2 шешімі негізінде Қарауылтөбе ауылдық округі әкімінің сайлауы тағайындалған болатын. Аталған сайлауға қатысуға 3 кандидат тіркелді. Соның ішінде Айтқалиев Қасым Жасланұлы, Есқалиев Рысбек Ерболатұлы өз-өзін сыну тәртібімен және де Аманат партиясы Ақжайық аудандық филиалынан Абиров Жәнібек Иғалиұлы ұсынылды. Бүгін сол кандидаттардың бағдарламасын талқылау және өздеріңіздің алдарыңызда біліктіліктерін сынау үшін арнайы пікірсайыс өткізгелі отырмыз. Пікірсайысын кезеңдермен таныстырып өтсек, пікірсайыс 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде ауыл әкімдігіне кандидаттар сайлауалды бағдарламаларымен таныстырады. Екінші бөлімде кандидаттардың бір-біріне сауал қою арқылы азаматтық ұстанымы мен түйінді мәселелерге көзқарастары белгілі болады деп үміттенеміз. Үшінші кезеңде ауыл тұрғындарының сауалдарына жауап беріледі. Біз тараптар пікірсайыстың осы ережелерін бұлжытпай сақтайды деп сенеміз. Пікірсайыс, яғни сұрақ-жауап, аудиториямен кері байланыс. Батыс Қазақстан облыстық аумақтық сайлау комиссиясының Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасы арқылы тікелей эфирде көрсетіліп жатырғанынан хабардар етеміз. Сонымен қатар, өңірлік және аудандық бақ құралдарында көрініс табады деп сенеміз. Алдымен кандидаттардың сөйлеу ретін анықтау үшін жеребе тартуды ұсынамын. Кандидаттар ортаға шақырамын. Бірінші Жәнібек Иғалиұлы. Бұл рет бойынша тұра қойсаңыздар. Бізде бірінші номерде Жәнібек Иғалиұлы, екінші номерде Қасым Жасланұлы және де үшінші номерде Рысбек Ерболатұлы өздерінің бағдарламасымен таныстыратын болады. Құрметті сайлаушылар, пікірсайысты бастамас бұрын кандидаттардың өмірбаянымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Жеребе бойынша номер 1 кандидаттан бастаймыз. Абиров Жәнібек Иғалиұлы 21 маусым 1986 жылы Орал облысы Тайпақ ауданы Қарауылтөбе ауылында дүниеге келген. 2014 жылы Батыс Қазақстан инженерлік гуманитарлық университетін бітірген. Кәсіптік білім беру мамандығы бойынша білім алған. Еңбек жолын 2010 жылы Қашаған кент орнында электромонтаждаушы бригадир болып бастаған. 2015 және 2022 жылдар аралығында Абиров шаруа қожалығының жетекшісі. Және де осы жылдар аралығында 2018-2020 жылдары Ақжайық аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының кеңесші маманы қызметін атқарған. 2020 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі болып қызмет атқарып келеді. Отбасылық жағдай, үйленген, 3 қыз, 2 ұл тәрбиелеп отыр. Шапалақтарыңыз болса, құрметті. Номер 2 кандидатқа келетін болсақ, яғни Айтқалиев Қасым Жасланұлы 1990 жылы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында дүниеге келген. Білімі жоғары, 2011 жылы Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан аралық техникалық университетін бітірген. Көлік техникасы және технологиялар мамандығы бойынша білім алған. Еңбек жолын Көне-кеткен ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші маманы болып бастаған. 2017 жылдан бастап Көне-кеткен ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы қызметін атқаруда. Үйленген, көп балалы әке, 5 ұл және 1 қызды тәрбиелеп отыр. Шапалақтарыңыз болса. Номер 3 кандидат Есқалиев Рысбек Ерболатұлы 1989 жылы Ақжайық ауданы Алғабас ауылында дүниеге келген. 2011 жылы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. Туризм мамандығы бойынша білім алған. Еңбек жолын 2010 жылы облыстық балалар туризмі және экология орталығынан тәрбиешісі болып бастаған. Әр жылдар Ақжайық аудандық туризм және экология орталығының мұғалімі. Алғабас ауылдық округі бойынша жастар іс жөніндегі кеңесші маманы. Алғабас ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы қызметтерін атқарған. 2023 жылдан бастап Ақжайық ауданы әкімі аппаратының ұйымдастыру жұмыстары және мемлекеттік қызметтер мониторингі бөлімінің бас инспектор қызметін атқарып келеді. Отбасылы, 1 қызы, 2 ұлы бар. Шапалақтарыңыз болса.
Және де пікірсайысымыздың шарттарына тоқталатын болсақ, бірінші кезінде кандидаттар өз бағдарламаларымен таныстыру үшін 5 минутқа дейін уақыт беріледі. Екінші кезеңде кандидаттардың бір-біріне сұрақ қою кезеңі 1 минут, сұрақ қоюға 1 минут беріледі және жауап беруге 3 минут уақыты беріледі. Әр кандидат өз оппонентіне 2 сұрақтан қоюға құқылы. Үшінші кезеңде қатысушыларға қойылған сұрақтарға жауап беруге жалпы 20 минут уақыт беріледі. Сұрақ қою уақыты 1 минут, жауап беру уақыты 3 минут. Және жалпы сайлаушы туралы мәлімет бере кетсек, бүгінгі күні Қарауылтөбе ауылының жалпы тұрғындарының саны 1402 адам, оның ішінде сайлаушылар саны 791 адамды құрайды. Бір сайлау учаскесі бар, 13 мамырдан бастап өз жұмыстарын бастағандығын хабарлаймыз. Және де бірінші кезеңге келетін болсақ, пікірсайысымызды бастаймыз. Құрметті пікірсайысқа қатысушылар, кандидаттардың осыған дейін атқарған қызметімен және олардың өмір жолымен таныстыңыздар. Енді әр кандидатқа сіздердің алдарыңызда өз бағдарламасын таныстыруға мүмкіндік береміз. Бағдарламамен таныстыруға 5 минут уақыт беріледі және жеребе тәртібімен алғашқы кандидатқа сөз кезегін ұсынамыз. Біздерде номер 1 кандидат жеребе бойынша Айберов Жәнібек Иғалиұлы. Ортаға шақырыңыз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер. Мен қысқаша енді сайлау алды бүгінгі пікірсайысқа байланысты, ережесіне байланысты 5 минутқа сыйғызып сайлау алды бағдарламамды айтып өтуге рұқсат етіңіздер. Жалпы мен осы қазір сіздермен кездескенде де біраз шаруалардың жасалғанын айтып жүрмін, оны айтпай қояйын. Өздеріңіз көріп жатырсыздар. Мен қазір айтқым келіп тұрған сайлау алды бағдарламам осыған дейінгі 4 жыл бойы атқарылған жұмыстың ары қарай жалғасатынын бір бөлек, сосын жаңадан не бастайтын жөнінде бір бөлек қылып, екі бөлек қылып айтып кеттім келіп отыр. Жалпы халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту мақсатында мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асыру арқылы шағын өнеркәсіп орындарын ашуды қолға алып, ауылдағы жұмыстық деңгейін төмендетуге ықпал етуге. Екінші, жергілікті жердің басты әлеуметтік жағдайын реттеуші мал шаруашылығы болғандықтан, халықты жаппай малдандыру жұмыстарына белсене атсалысамыз. Барлық жұмысты ұйымдастыру негізгі алғы шарты болады. Аудандық және жергілікті сапасын нығайту жалғастырамыз. Бұнда баса айтып кетті. Біздің Қарауылтөбе ауылдық округ осы 4 жылдың ішінде 253.333.836 теңге аудандық салық басын нығайтып отыр. Бұл жұмысты да ары қарай жалғастырамыз. Барлық жұмысты ұйымдастыру негізінде алғы шарт осының алдың жағы 4 жыл кезіміздегі ниеттенген жұмысымыздың тағы жалғасы. Төртінші, тамшылату әдісі арқылы арғы беттегі Тайпақ Бағырлай бойындағы бау-бақша адамдардың салу тәжірибесіне сүйене өтіп, Қарауылтөбе ауылдық тұрғындар арасында бау-бақша салу жұмыстарын қолға аламыз. Тұрғындардың қысқы мезгілде және басқа уақытта жалпы аудан қалаға қатынайтын жолдың қолайсыздығын азайту мақсатында жанар жағармай бекетін орналастыру мәселесін жұмыстанатын боламыз. Бұл жөнінде осының алдыңға дейінгі сайлау алды бағдарламамда болатын, бұл әлі күн тәртібімізден түскен жоқ. Бұл жөнінде барлық құрал жабдық, жанар жағармайға қажетті құралдың барлығы дайын тұр. Бізге енді осыны жақсы айналысып кететін азаматтар іздеудеміз әлде. Жалпы дайын тұрған айтып кетіп жатқаным ғой. Абаттандыру мәселесі, соның ішінде жаяу жүргіншілер жолын салу, ауылда бұзылған ғимараттардың қалдықтарын және қордаланған қоқыстарды шығару және саябақтарын салуды қолға алу. Бұл жаңа 4-ші деңгейлі бюджеттің аясында жүзеге асырылатын жұмыс. Осыған дейінгі жасалған жұмыстарды көріп жатырсыздар. Ескі моншаның орны, иесіз жатқан үйлердің орны, ескі ғимараттардың орны деген сияқты. 2000 километр жаяу жүргіншілер салынған болса, осыған дейінгі. Енді тағы да 2000 метр кешірісті, 2000 метр 2 километр ғой, былайша айтқанда жаяу жүргіншілер жолын салуды алдағы уақытта жасайтын боламыз. Мемлекеттік субсидиялар арқылы жаңа үйлердің құрылысын салуды ұйымдастырамыз. Білім беру, мәдениет, денсаулық сақтау салаларының халыққа сапалы қызмет етуіне қолдау көрсетемін.
салауатты өмір салтын насихаттау, жастар арасындағы патриоттық тәрбие беру, мәдениет, көпшілік, бұқаралық спортты дамыту мақсатында шаралардың жоғары деңгейде орындалуына үлес қосатын боламын. Бұл жаңа айтып өткен жұмыстарымыз осыған дейінгі 4 жылғы қызметте жасалынған жұмыстар әлі де жалғасын табады. Осы жұмыстар бойынша барлық күш жігерімді салам деп айта аламын сіздерге. Енді болашақта жалпы жаңадан бетке алып ниеттеніп отырған жұмысымыз ауыл тұрғындарын техникалық сумен қамтамасыз ету мақсатында жұмыстаны барлық үйлерге, барлық аулаларға. Екінші, ауылдағы спорт кешенін және әкімшілік ғимаратын жаңадан құрылысын салуды жүргізетін боламыз. Үшінші, ауыл ішілік және кіреберіс жолдарын жөндеу жұмыстарын асфальттауды қолға алатын боламыз. Жалпы мына 5 минут болғасын қысқаша түйіндеп кетіп жатырмын. Бұлай өздеріңізбен кездескенде нақты әрқайсына тоқталып айтып шықтым, әлі де кездесетін боламыз. Жалпы негізгі ауылымызға қазір сұранып тұрған абаттандыру бойынша жалпы әлеуметтік жағдай болса сұранып тұрған жұмыстарды атап өтім келіп тұр. 9 жұмыс бар екен. Ең бірінші бізге не керек? Жұмыстық мәселесін шешу мақсатында кәсіпорындар салуды қолға алатын боламыз. Оны өздеріңізге айтып кеттім, тарқатып айтатын боламыз болашақта да. Екіншіден, әкімшілік ғимаратын салу. Техникалық суды әрбір аулаға жеткізу, ауыз суды реконструкциялау, тротуарымызды барлық көшеге жеткізу, жаңадан парктер салу, спорт кешенін салу, ауыл ішіндегі жолдарды асфальттау және жағармай бекетін салуды осы қазір ауылымызға қажетті болып сұранып тұрған қазір мына құрылыс нысандары және әлеуметтік нысандар. Осы бағытта жалпы жұмыстанатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Жанабек Ғабидұлы, рахмет көп. Жеребе бойынша номер 2 кандидат Айтқалиев Қасым Жасанұлына сөз кезегі беріледі. Ассалаумағалейкум. Құрметті Қарауылтөбе ауылдық округінің сайлаушылары. Алға қойған басты міндеттерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Округ тұрғындарының әлеуметтік тұрмыстық даму деңгейін көтеру, елді мекендердің тазалығын, санитарлық жағдайын жақсарту және абаттандыру бойынша жұмыстарды жүзеге асыру, мүгедектер санатындағы адамдар, тұрмысы төмен отбасылар, нысаналы топтар, жұмыссыздармен арнайы жұмыстанып, оларға мемлекеттік бағдарламалар аясында көмек көрсету, тұрмысы төмен әлеуметтік жағынан қорғауға мұқтаж азаматтарға көмек көрсету мақсатында жиі қайырымдылық акцияларын тұрақты түрде өткізуге ықпал ету, елдегі татулық пен тұрақтылықты сақтауға, тәрбиелік мәні бар патриоттық, имандылық, салт дәстүр, тіл саясатын кеңінен қолдауға, үш тұғырлы тіл саясатын тереңдетуге үлес қосу, ауыл тұрғындары үшін маңызды болып саналатын ауыл шаруашылығын дамыту бағдарламаларының орындалып іске асуын қадағалау, қазіргі заманға сай ауылымыздың мәдени бейнесін жаңарту, өлкетануды, халықтың кәсіпшілігін, қолөнерді, көркем өнерпаздықты дамыту үшін жағдай жасалуына көңіл бөлу, полиция инспекторымен бірге халық арасындағы тәртіпті қадағалау, елдің бірлігін, достығын назарда ұстау. Әлде өзіме жүктелетін міндеттерді толыққанды атқарамыз деп сенеміз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет көп. Сөз кезегі номер 3 кандидат Есқалиев Рысбек Ерболатұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Қарауылтөбе ауылының тұрғындары. Мен де өзімнің алға қойған басты міндеттерімді атап өтейін. Қарауылтөбе ауылдық округінің тыныс-тіршілігін барлық салалары бойынша зерттеп, әлеуметтік экономикалық жағдайын көтеруге үлесімді қосып, әрбір жанұяның мұң-мұқтажы мен ұсыныстарына мұқият көңіл бөліп, олардың өтініштерінің мүмкіндігінше оң шешім табуына ықпал етемін. Ауылдық округте кәсіпкерлікті дамытамын. Кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтарымен тығыз байланыста болып, ауылдың мәдени, қоғамдық жұмыстарына белсене араласуды ұйымдастырамын. Шаруа қожалықтарының толыққанды жұмыс істеуіне,
олардың субсидия және несиеге қол жеткізуіне қолдасамын. Елді мекендердің санитарлық тазалығын қамтамасыз етуге, жайық жағалауының тазалығын қалыпта ұстауға жұмыстар жүргіземін. Округтегі бұралқиттер мен мысықтарды залалсыздандыру бойынша тиісті шаралар жүргіземін. Қоғамымыздың нысаналы топтарына жататын адамдарды, мүгедектігі бар адамдар әрдайым қолдап, әртүрлі шараларға қатысуға ықпал етемін. Тұрғындарға әртүрлі бағдарламалар арқылы несие алу мүмкіндіктері туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз етіп, жұмыссыздық деңгейін азайтамын. Жастар елдің болашағы, оларға үнемі қолдау көрсетіп, қоғамдық өмірге белсене араласуларына және де салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен айналысып, қылмыстан аулақ болуына қол жеткіземін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет көп. Пікірсайыстың екінші кезеңіне келетін болсақ, екінші кезеңде кандидаттар бір-біріне сұрақ қояды. Құрметті ауылдастар, жаңа кандидаттардың сайлауалды бағдарламасымен толық танысыңыздар. Ендігі кезекте пікірсайысымызды кандидаттардың сұрақ-жауап алмасуына көшеміз. Құрметті кандидаттар, қазір сіздер бір-бірлеріңізге сұрақ қойып, жауап берулеріңіз қажет. Сұрақ қою уақыты 1 минут, жауап беру уақыты 3 минут болып бекітілгенін ескертемін. Сұрақтар кандидаттардың жеке өміріне қатысты болмаған абзал және ар-намысына тиетін болмауы керек. Бастай берулеріңізге рұқсат. Сұрақ қоюды номер бірінші кандидат бастайды. Абиров Жәнібек Иғалиұлы. Екеуіңізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы сіздің өздеріңіздің туып өскен ауылдық округтарыңыздағы басты мәселе қандай? Және екінші сұрағым, ауылдарыңызда осындай әкімдікке сайлау болатын болса, өздерінің ауылдық округтарыңызға түсірмедіңіздер. Жақсы сұрақ. Жауап беруге рұқсат етіңіздер. Енді өзіміздің ауылдық округімізде тіршілік болғасын мәселелер болады ғой. Көптеген мәселелер бар. Оның бір қатарлары шешіліп жатады, бір қатарлары шешілмей жатады. Мәселелердің шешілген көбі тұрғындар арқылы шешіліп жатқан мәселелер болады. Ауыл тұрғындары көбіне деген демеу көрсетіп, әкімшілікке өз қолдауларын көрсетіп, жалпы деген тұрғындардың көбіне өмірге деген құлшынысы алға серелейді деп есептейміз. Жалпы біздің округімізде бір қатарын айтып өтетін болсақ, мынандай осындай мәдениет үй ғимараты жоқ біздің округімізде. Ең өзекті мәселелердің бірі. Ол да өз бағытында жерін рәсімдеп қойдық. Жергілікті мемлекет бюджеттерден қарастырылып жатыр. Ол жоспарда тұр. Биылғы жылы алдағы уақытта мәдениет үйін, клуб деп айтады ғой, мәдениет үйін салу жоспарлануда. Енді манаға айтқан Иғалиұлының қойған сұрағы ғой, ауылдарыңызда қандай мәселе бар деген. Амбулатория, медициналық нысандар бізде деген нысаны ескілеу енді. Жаңадан онда жерін рәсімдеп қойдық. Алдағы уақытта 2024 пен 2026 жылдың жоспарында тұр деп айтылды. Жол мәселесі де қазіргі уақытта өздеріңізге мәлім. Барбасау Индер күре жолы қазіргі уақытта уже қозғалып жатыр. Асфальт жүргізу бағытында жұмыстанып жатыр. Ол да күн ертең Алла қаласа біздерге де келіп қалар деген үміттеміз. Басқа енді өзіміздің құзыреттілігімізде мәселелер шешіліп жатыр ғой. Ауылдың ішінде, мысалы, аудан орталығына қатынау арнайы бізде деген қожалықтардың демеуімен, техникалармен қырылып жатыр. Ол жағынан енді тоқтап жатқан жоқ. Бір қатары сол енді. Айта берсе көп қой мәселелер. Екіншісі, өздеріңіз округтеріңізде әкім сайлау болса қатысатын едіңіздер да. Енді осында тағайындалсам, мен мысалы, осында тағайындалсам, әкім болсам, енді өзім ауылды округімде болса енді ауыспаймын ғой, енді осы мойныма жүктелген жұмысты атқарамын деп сенемін. Енді шыны керек,
Иғалиұлы айтып тұрған бар, енді біздегі әкіміміз бір 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін бе зейнеткерлікке шығады, соған келтіріп тұрған бар деп ойлап тұрмын. Бірақ енді егер әкім болатын болсам, оған түспеймін енді. Егер тағайындалатын болсам. Енді тағайындалмайтын болсам, мен түсемін ғой өзім округіме. Жақсы, рахмет тыңдағандарыңызға. Рысбек Ерболатұлы, сіздің жауабыңыз. Мен де енді Алғабас ауылында дүниеге келдім. Алғабас ауылында енді қазіргі уақытта басты мәселелердің бірі жұмыссыздық мәселесі. Жұмыссыздық мәселесінің шешу жолдарының бірнеше жолдары бар. Енді қазіргі уақытта Алғабас ауылында ешқандай үлкен жаңағыдай кәсіпорындар ашуға ыңғай жоқ. Сол себепті мына ауыл тұрғындарына мемлекеттен бағдарламалар арқылы несие алуға ықпал жасау, солардың жолдарын түсіндіру, кәсіпкерлерге, жаңағыдай қолы жетпей отқан кәсіпкерлерге сол бағдарламалар түсіндіру арқылы ауылға жаңа жұмыс орындарын ашу деп ойлаймын өзімнің ұстанымым. Тағы бір мәселенің бірі енді бізде көбіне бұралқиттер, мысықтар шынымен ауылда көп. Осы бойынша жұмыстар жүргізуіміз керек деп ойлаймын. Енді екінші сұрағыңызға келетін болсақ, жаңа Қасым Жасанұлы айтқандай, менде де сондай Алғабас ауыл округінде сайлау болады, соған байланысты сіз айтып отқан боларсыз. Осы ауылға сайланып қалып жатсам, ояққа баруға пока мүмкіндік болмайды. Рахмет. Сұрақ қойсам? Сөз кезегі. Иғалиұлы. Жәнібек Иғалиұлы. Болдыңыз ғой, иә, 2 сұрақ қатар қойдым, екеуіне Екі сұрақ бірдей. қатар қойды ғой, да? Онда сөз кезегі номер 2 кандидатқа Қасым Жасанұлына беріледі. Мен де үміткерлерге сұрақ қойсам, 2 сұрақ қояйын. Осы әкімдік қызмет сіздерді немен қызықтырады? Жалпы қандай ойларыңыз бар? Халықтың тарихта қалатындай, халықтың ойында, аузында, сөзінде қалатындай қандай іс-әрекеттер жасаймыз деп ойлайсыздар әкім болған кезде? Екінші сұрақ, мана Ерболатұлы, Рысбек Ерболатұлы өзінің бағдарламасында айтты ғой. Бірге қоямын екеуіңізге де. Ол мәселе өзекті мәселе. Бұралқы иттер, бұралқы ит мысықтар, соның мәселесі ол жылдан жылға есеп беруде де көтерілетін мәселелер. Соны нақты қалай шешесіздер, қандай мәселемен, қандай нүктесін қоясыздар? Жауап берейін. Жақсы, бірінші сұрағыңызға айтып кетсек, жалпы әкімдік болу тарихта із қалдыратындай қандай жұмыс атқарар едіңіздер, әкімдік болу немен қызықтырады деген сұрағыңызға, жалпы әкім болу туған жерін түлету әрбір адамды шабыттандырады. Сонымен қуанасың. Бір нәрсені бітірген болсаң, артында оның үлкен қуаныш, үлкен жетістік, халықтың көз жанарында қуанышын көргенде кәдімгідей бір бақытты сезімге бөленесің, ары қарай құштарланасың, шабыттанасың, жұмыс жасауға деген күш қуат аласың. Сондай жағынан жақсы. Енді осыған дейінген атқарылған жұмыстар бізде Қарауылтөбеде алғашқы рет тарихта қалатын жаяу жүргіншілер жолы салынды. Ол мына мемлекеттік бағдарламалар арқылы 2023 жылы біздер мемлекеттік бағдарламалар арқылы 72 миллион кіргізген болсақ ауылға, рухани жаңғыру бағдарламасы және демеушілердің аясында біздер Қарауылтөбе ауылдық округінің орталығында тарихта алғашқы рет 100 миллион теңгеге мешіт ғимаратын тұрғыздық. Одан бөлек мына Орал Каспий бассейні инспекциясының рұқсатымен біздің Ақжайық ауданында болмаған жайықтың жағасын 0,8 гектар жерді аэродромный плиталар төсеп қатайттық. Бұл да тарихта болған, тарихта жазылатын нәрсе. Былай қарасаң кішігірім жұмыс болғанмен, оның деген рұқсатын алып жерді рәсімдеу үшін 1 жыл уақытым кетті менің. Біздер вице-министрға дейін шығып, сол мана Атыраудағы Орал Каспий бассейні инспекциясының бастығына осы бір келісімін алу үшін, жерді рәсімдеу үшін 1 жыл уақытымыз кетті. Бұл да тарихи оқиға дейміз. Азия бетіндегі алғашқы жайықтың жағасын қатайтқанымыз.
сол сияқты енді басқа да атқарылып жатқан жұмыстар бар. Жалпы мемлекеттік қолдаулар арқылы манағы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясындағы манағы тротуарлар, бұйыртса асфальт саламыз ба деп жоспарлап жатырмыз ауылдың ішіне. Тағы осындай жұмыстар бар. Екінші, жаңағы рухани жаңғыру демеушілер арқылы, мен жалпы айтып кетейінші, жалпылама халыққа да түсінікті болу үшін. Жалпы Қарауылтөбе ауылдық округі осы 4 жыл жұмыс атқарған кезде менің өзім сараптауым бойынша дамудың нақты 4 жолына түсіп қалыптасты. Бірінші, жаңа мемлекеттік бағдарламалар арқылы, жаңа 2023-ке тоқталып өтейін, тек қана 72 миллион теңге ақша кіргіздік. Дипломмен ауылға, ауыл аманаты, мана ауыл ел бесігі бойынша тротуарларын салу, соның барлығын есептегенде. Екінші бағытта рухани жаңғыру, мана кәсіпкерлер және демеушілер арқылы дейміз ғой. Солар арқылы 105 миллион теңге бізге 2023 жылы қаражат құйылды. Жаңағы мешіттің құрылысы бар және имамның үйі бар. Сосын үшінші бағытымыз 4-ші деңгейлі бюджет қаражат есебінен. Маған дейін келгенде осы жерде жергілікті 4-ші деңгейлі бюджеттің сомасы 500 мың теңге көлемінде болса, қазір 2 миллион 335 мың теңге көлемінде көтерілді. Бұл далада жүрген кәсіпкерлер, далада жүрген жігіттердің манағы қозғалтқыш көлігінің көлемінің объемына байланысты ауылға тіркеу арқылы, осылардың джиптерін тіркеу арқылы ауылымыздың осы несін көбейттік, налогын көбейту арқылы ауылымыздағы қордаланған қоқыстарды алып тазалау жұмысына кірісіп кетті. Осы қордалану жұмысы біткеннен кейін біз ол ақшаға ауылдың ішіне жастар саябағын, басқа парктер салуды қолға алатын боламыз. Төртіншісі, бұл ауылымыздан түлеп өскен жастардың, жалпы ауылымыздан түлеп кеткен жыл-жылғы азаматшалардың ауылға сый қаражат есебінен көркейіп келе жатырмыз. Былтырдың өзінде мына 66 жылы дүние есігін ашқандар, мектеп бітіргендеріне 40 жыл болғандар мына жерге сахна тұрғызды. 95 жылдар мектеп бітіргендеріне 10 жыл болған кіреберіске мен мұндалаған, былайша айтқанда, арка тұрғызды. Жалпы осындай нәрселерді ұйымдастыру арқылы біз осы әкімдік қызметінде елмен бірге тарихқа із қалатын жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз. Жасап келдік, осы жалғастырамыз деп ойлаймыз. Құрметті кандидаттар, сұрақ қою уақыты 1 минут, сұраққа жауап беру уақыты 3 минут екен, естеріңізге саламыз. Және де құрметті жиынға қатысушылар, кандидаттарды барша назарларыңызға аударып тыңдауларыңыз сұралады. Рахмет көп. Және де сұрақ қою үшін сөз кезегі номер 3-ші кандидат Есқалиев Рысбек Ерболатұлына беріледі. Шапалақтарыңыз. Екінші сұрақ. Сұрақ қою үшін. Сұрақ қойды. Екінші сұрақ бар ма? Кешіресіздер, шатасып қаламыз кішкене. Екінші сұрақ, жаңа бұралық иттер жөнінде, кешіресіздер, жаңа асығып тұр мені, бәрінде жеткізгім келіп жатыр, регламенттен аспайын деп тұрғаным ғой. Айтып қалғымыз келіп жатыр, барлық нәрсе түсінікті болу үшін, оны қазір мына жерде пікірталастан кейін еш нәрсе түсінбей кетсе, ол тағы да бір не болып қалады, бір кем дүние болып қалады. Сондықтан да бұралық иттер бойынша жалпы осы ауылдағы аудан әкімінің есеп берумен, округ әкімінің халық алдында есеп беру кезіндегі ұдайы көтеріліп отыратын мәселе бұралқы ит пен мысықтар. Қазір бейбіт өмірде ауылдастарымыз тауық, басқа нәрселерді өсіре алмай отыр, ит пен мысыққа жем болып отыр. Ол барлық ауылда осы тақырып басты болуы мүмкін. Соған байланысты қойған шығар. Жалпы бұл нәрсені біз әрбір тұрғындардың үйіне жаднамалар арқылы және осындай кездесулер арқылы және ауылды чаттары арқылы оларды біз құлақтандырып отырдық. 408 баптың 2-ші тармағы бойынша әрбір иесі өзінің итіне ие болу керек. Әрбір адамның, халықтың санасына осы нәрсе кірген кезде біз толыққанды шеше аламыз. Бұлайынша біз округ әкімі ол итті қазір заң бойынша атуға болмайды, заңға. Оны деген аулау керек, оны дейтін стерилизация жасау керек, оны деген жаңағы енді аналығымен аталған екі түрлі ұрпағы жайылмайтын жағдайға жеткізу керек, сосын қайтадан өзінің ортасына қосу керек деген сияқты заң бар. Бұл заңның аясында біз бұл мәселелерді шеше алмаймыз.
ең бірінші халық өзі түсіну керек, өз итіне ие болу керек. Содан кейін ол итін чиптау керек. Чиптағаннан кейін ол ит өзінің жекеменшік иті болады. Егер көшедегі иттер чипталмаған болса, ол иттің барлығы бұралқы болып есептеледі. Осы нәрсені біздер халықтың санасында сіңдіру арқылы нүктесін қоя аламыз деп ойлаймын. Сөз кезегі Исқалиев Рысбек Ерболатұлына беріледі. Қасым Жасұланұлы, сіздің бірінші сұрағыңыз бойынша, енді әкім болу деген ол менің ойымша жаңағы кез келген жерге басшы болып барған адамның өзінің сол ауылға үлгі болуы, сол ауылдың халқын ұйымдастыруы, сол ауылды жұмылдыра білуі деп ойлаймын өзім. Ол өз артынан із қалдыру емес, жаңа сол ауылдың халқын жұмылдыра біліп, ұйымдастырып, тату тәтті сол ауылда тіршілікті жасау деген түсініктемін. Енді жаңа екінші сұрағыңыз бойынша, бұралқиттер бойынша, мысықтар бойынша, мына біздің ауданымызда, Чапаев ауылында осындай тәжірибе басталып жатыр. Жаңағыдай көшеде жүрген малдарды қамаумен бірге, жаңа бұралқиттерді де залалсыздандыру жөнінде қолға алынып жатыр. Осындай жаңа иттерді аулап, қазір өздеріңіз білесіздер, иттерді де атуға тыйым салынды. Қазақстан Республикасының заңы бойынша ешқандай итті де мысықты да өзіміз барып көшеден ұстап атып немесе қорлап өлтіруге болмайды. Сол себепті оларды аулап, тек жаңағыдай арнайы орындарға апарып залалсыздандыруы жұмыстануымыз керек. Рахмет. Рахмет көп. Сұрақ қайтадан Рысбек Ерболатұлына. Мен енді Жәнібек Иғалиұлына сұрағым бар, әкімдік тәжірибесі бар, бізге қарағанда. Сіз осы ауылда 4 жыл әкім болған кезде жергілікті қоғамдастық жұмысымен қалай айналыстыңыз? Сіздермен олар қоян қолтық жұмыс жасады ма? Екінші сұрағым, жаңағы жасыратын жоқ, ауылда жұмыс жоқ. Жұмыс орындары болса да санаулы, олар медпункт, мектеп, жаңа әкімшілік, жергілікті кітапхана, дүкендер болып табылады. Қандай қосымша жұмыс орын сіздің ауылға жетпейді деп ойлайсыз? Және Қасымға екінші сұрағым, осы ауылға әкім болып сайлансаңыз, қандай жаңалық енгізер едіңіз? Зеребе бойынша жауап береміз. Номер бірінші кандидат. Бірінші сұрағыңыз қайталап жүріңізші, нақтылап алайық. Бірінші сұрағым, жергілікті қауымдастықпен қалай жұмыс жасадыңыз? Сізге сол қауымдастықтың жаңағы жұмысы ұнады ма деген? Жалпы қазіргі округ әкімінің міндетінде жалпы жаңа 4-ші негізгі қоғамдастықпен бірлесе отырып жасайтын жұмыстардың бірі, ол жаңа 4-ші деңгейде бюджеттің түскен қаражатты біздің округ өзіміз қоғамдастықпен бірігіп жұмыс жасаймыз. Бұл мәселеде қоғамдастықпен жұмыс жасау қазіргі бұл бағыт өте ыңғайлы. Себебі деген ауылдың ақсақалдары, белсенді азаматтармен бірге жұмыс жасаймыз. Біз жасадық. Мына жерде кім Өмірғали аға, соның төрағасы, кім Зияда апа бар, Айболат аға бар. Мысалы деген бір қысқаша бір жұмысты айтып кетейін. Мына ескі садиктің орнын көшеге төсеп, оның бетіне жайықтың құмын төсейміз деген жұмысты сол қордаланған қоқыс шығарып тастауды далаға шығарып тастамай, сол бір оқпен екі қоянды ату мақсатында осы кісілермен ақылдастым. Бұл кісілермен әкімшілікке келіп ақылдастық. Одан бөлек болмаған кездерде үйден кез келген жерде көшеде жүріп, ағалап жүріп, ақылдасып, осы мәселелерді шештік. Бұл өте ыңғайлы. Себебі ертеңгі күні, Сағадат ағамыз бар. Ертеңгі күні халық мынаусын көшедегі толған бетон доңғалақ жарады дегенде де біздер ақсақалдармен ақылдасып бірлесе болып шешілген жұмыс деп мойныңдағы жүктің бір кішкене жеңілдейтін ыңғайлылығы бар. Қоғамдастықтың жұмысы бізде енді 400 теңгелі бюджетке көшкенімізге көп болған жоқ қой. Бұл жұмыс ары қарай жұмыстанады, әрбір ақылдасып отыратын боламыз. Қайталап отырсаңыз. Бізде жаңа мен
ауылдарыңыздағы қандай ең басты мәселе бар деп сұрағанда жаңа Қасым жауап берді. Жалпы қандай мәселе бар дегенде мен өзіміздің округқа байланысты мәселелерге тоқталып кеткім келіп тұр. Біздің округқа қатысты нақты 3 мәселе бар қазір бізде. Бірінші мәселе аудан мен облыспен жол қатынасы. Ол енді жол қатынасы үлкен мәселе бізде округтың халқына байланысты. Екінші мәселе ол жұмыссыздық, халық арасындағы жұмыссыздық. Үшінші мәселе тәртіп бізде. Бізде қазір жұмыссыздық мәселесін қалай шешесіз деген бағытта сұрақ қойып отыр. Өте жақсы сұрақ. Біздер қазір ауылдың арасындағы жұмыссыздар тіркелгені 100 адам болса, тіркелмегені қанша деген сияқты біз ер адамдарға біз қазір ұсынатын жұмыстарымыз бар. Шаруа қожалықтарында мал бағуға, шаруа қожалықтарында трактор айдауға, шөп шабуға деген сияқты ер азаматтарға ұсынатын жұмыстарымыз бар. Немесе ауыл аманаты бойынша басқа да бағдарламалар арқылы жұмыссыздықты жоюға ол икеміне қарай ол да. Кез келген адам кәсіпкер болып кете алмайды. Сондықтан да бұл мәселе ер адамдарға айтатын жұмыстарымыз бар ұсынатын. Бізде мәселе бір кіші қызметкер мекемеден босап зейнеткерге шығатын болса 30 нәзік жанды әйел адамдар сол конкурсқа таласатын болады. Біреу өтеді, 29 өтпейді. Осы мәселені шешу үшін біздер арнайы кәсіпкерлер арқылы өзіміздің чатымыз бар, өзіміздің ақылдасып отыратын сондай WhatsApp арқылы ақылдасып отыратын чатымыз бар. Сол арқылы біздер ауылымыздан шағын өнеркәсіп, шағын шеберхана ашу арқылы осы мәселені шешкіміз келіп тұр. Бұл жөнінде келіссөздер жүргізіліп қойып тұр. Біздер қазір мысалы месторождениялар бар ғой, Қарашығанақ, жаңа Теңгиз, Қаработан, Қашаған деген сияқты жерлердегі кәсіпорындарға мана спец киімдер бар, спецовкаларын тігетін шеберхана ашқымыз келіп тұр. Егер ол жақта сатып алатын адамдар болса, сатып алатын мана фирмалар болса, біз шеберхананы салуды жолға алып отырмыз. Бұл жұмысты West Development Company жеке шектеулі серіктестігінің бастығы Асылхан Шайхиев арқылы ақылдасып отырмыз. Бізге қазір сатып алатын жер тапқан болсақ, біз ол кәсіпорын саламызда көп әйел адамдарды осындай шеберхана ашып жұмыспен қамтимыз деп отырмыз. Енді маған келетін Қасым Жасанұлы, сіз жауап берсеңіз. Ерболатұлы, сіз сұрақ қойдыңыз. Әкім болып сайлансаңыз, қандай жаңалықпен келесіз де? Әкім болып сайлансақ, енді жалпы дамыған елдердің жалпы өздеріңізге мәлім, елдің тұрғындарының ауқатты өмір сүруі жалпы өздеріне байланысты. Соған сәйкесті үкімет тұрғындарға неше түрлі бағдарламаларды өмірде ойып тұрып алатындай өздеріне бағдарламалар ұсынып жатыр. Өздеріне әр адам өзіне байланысты, мана икеміне байланысты жеңілдетілген несиелер бар. Мысалы, оған енді кепіл жоқ десеңіз, ауылдағы үйіңізді құжатын реттеп, кепіл ретінде қоюларыңызға болады. Өздеріңізге мәлім, ол біздің ауданымызда да, жалпы облысымызда да жақсы үрдіс алып жатыр. Өздеріңіздің ауылдастарыңызда алып жатқан бар енді жеңілдетілген несие. Оның жемісінде көріп жатыр әріптестер, ауылдастарыңыз, өздеріңізге мәлім. Сол сияқты жалпы әкім болсам, әр тұрғынды өзінің икеміне қарай мониторинг жасайды деп айтады ғой, тұрғын отбасыға, әр отбасыға мониторинг жасау арқылы жұмыссызбын деп нақты жұмыссыз ретінде тіркелген тұрғындарды, жұмыссыздарды жеке-жеке шақырып, мана ұсыныстармен әр икеміне қарай жол сілтеу, құжаттарына көмектесу бағытында жұмыстан келеді. Жалпы 10 несібенің, ризық несібенің 9-ы адал кәсіптен дейді ғой. Жалпы кәсіп жасау жағынан тұрғындары көмектесуге, мана жеңілдетілген несие алып
бау-бақша егу, мана Иғалиева айтқандай, бау-бақша егу бағытында жалпы мал бордақылауға енді ауылда өздеріңіз көріп жүрсіздер, басқа қаладан, жалпы басқа ауданнан келіп осында сауда жасап кетіп жатыр. Сол сауданы мына жергілікті тұрғындар келіп өздеріне жасайтындай бағытта көмектесер едім, сол бағытта. Жақсы, рахмет тыңдағандарыңызға. рахмет. Рахмет көп. Ендеше үшінші кезеңге келетін болсақ, пікірсайыстың соңғы кезеңі. Құрметті ауыл тұрғындары, ендігі кезекте кандидаттарға өз сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Сұрақтың бағыты сайлауды бағдарламалар аясында ауылды дамыту және де өзге де өзекті мәселелер бойынша болуы керек. Сұрақ қою уақыты 1 минут, жауап беру уақыты 3 минут болып бекітіледі. Сұрақты жеке кандидатқа немесе жалпы барлық кандидатқа арнап жолдауға болады. Және де ескерте кететіндей, ауылдастар кандидаттарға сұрақ қойғанда олардың жеке өміріне қатысты болмаған абзал және ар-намысына тиетін іс-әрекеттерін жасалмау, сөйлеу мәдениетіне жат сөздерді қолданылмауы тиіс. Сұрақтарыңыз болса. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Осы ауылдың тұрғынымын. Бұл ортада жүретін жаңа үстеуі тілдеген сұрамы ұлғайып емес екенін, оның бір тілін бұғалап тұрып. Ол не керек? Жастар базарды басын отырып. Дамыған елдің қатарында кетемін, дамыған елдің қатарында жатайын. Оны естісін, әдемді бүгін 700 қойын бойын тұққан запырын кейін өзгейді. Ешқын естілі ағысын сан естілді. Енді не? Оны өтірінсен тұрды. Оны сол программаны сол пункт апсы. Апсы бөсін қалтан салып, елге өкет. Сол өкет. Кейін есмесі. Естек, өзінде мұны базар қазір айысына немелер, сала қылады. Ал, өзінде аңды бірдей суқын көтеріп, су қондарды, тағы пакеттер, аяқтың. Ал, зердегіге, кейін есмесін, елгетіп қосын өзір. Қайты есмесін, басқасын жоғады. Жақсы, жауап беруге рұқсат етіңіз. Жиынға қатысушылар тыныштық сақтаймыз. Жауап беруге бола ма? Рұқсат етіңіздер. Қасым Жасұланұлына жауап беру үшін сөз кезегі беріледі. Сұрағыңыз орынды. Жалпы үш тұғырлы тіл деген өздеріңізге мәлім, қазақ жұрты мал шаруашылығымен алда кетір ғой енді. Тек мал шаруашылығынан бөлек, мана дамыған елдің қатарына қосылу үшін ең бірінші білім керек екенін баршаңыз да білесіздер, да? Білім керек, ең бірінші. Өскелең ұрпағымыз шет елде оқу үшін тілді меңгеру керек. Манағы сіздер айттыңыздар ғой, ол үш тұғырлы тіл, ағылшын тілін енді СНГ бойынша жүретін болсақ, орыс тілін білсек артық етпейді. Орыс тілін білсек болды. Шетелге шығу үшін, мана Қытай еліне, мана сіз айттыңыз, Жапонияға бару үшін де ағылшын тілі, мана международный, мировой тіл болып саналады ғой, өздеріңіз білесіздер. Сол себепті ағылшын тілін жастар меңгергені ол артықшылық етпейді. Мана қазағымыз айтады ғой, өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл. Өз тіліңді құрметте. Қазақ тілін ұмытып қалмайды ғой, бірақ басқа тілді білген, өздеріңіз білесіздер. Қалада тұрып жатқан немерелеріңіз шетелде оқып жатыр. Болашақ бағдарламасы бойынша манағы оқып келіп, жақсы беделді қызметте атқарып жатыр. Елдің дамуына көмектесіп жатыр, да? Сол сияқты шетелде оқу үшін де мана IELTS дейді, өзінің сертификаттары бар, ағылшын тілін меңгеру керек. Ол мен деген осы тұрғындардың балдары бәрі ағылшын оқып кетсін демеймін, бірақ 10 баланың бір баласы ағылшын тілін меңгеріп дамып кетсе, өзін шетелде көрсетсе, шетелде танытса, өзін соның өзі біз үшін жетістік деп санаймыз. Сіздер де мақтанасыздар, тілеймін. Рахмет көп. Тағы да басқа сұрақтарыңыз болса. Иә. Ол
дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Құрметті әріптестер, Имаға, Тыңдайық. Дұрыс. Зират деп айтамыз бізде. Дұрыс айтасыз. бақ саламатсыздар ма? Бәріңізде Дұрыс, орынды сіздікі. Рахмет. қош келіп жатсыздар. Енді бүкіл ауыл проблемасын шешу үшін сіздер енді өз кандидаттарыңызды ұсынып, мына осы еңбекке өздеріңіздің үлестеріңізді қосқыларыңыз келіп жатыр. Бәріңізге де сәттілік тілейміз. Енді бәріңіздің де бағдарламаларыңызды жақсы таныстық. Енді бір мәселе қозғалмай қалған екен, жер мәселесі жөнінде. Біздің жастарымыз қазір мысалы шаруашылық ашу үшін жер алғысы келеді, мол ұстағысы келеді. Осы мәселе жөнінде қандай пікірлеріңіз бар? Өзіңіз таныстыра кетсеңіз аға. Мен Әбілқасым Ораз, әлеуметтік педагог жасаймын, Тайпа орта мектебінде. Рахмет көп. Сұраққа жауап беру жүргізу бойынша болады. Мына бірінші кандидаттан бастаймыз. Жәнібек Иғалиұлы, сізге сөз кезегі беріледі. Жер мәселесі бойынша нақтылап сұрақтыңызды қайталап кетсеңіз жақсы болар еді. Себебі жерді қандай уақытта пайдалануға алуды көздеп сұрақ қойдыңыз? Шаруа қожалығын ашуға ма, немесе кәсіпкерлік бағытта ма? Бірінші жаңағы айттым ғой, шаруа қожалығын ашуға, мысалы мал ұстап далаға. Сонда екінші енді мынадай мына жеріңізде қалай алуға, сол жөнінде айтып кетсеңіз. Шаруа қожалығын үй салуға мысалға. Үй салу үшін округтың маңындағы манағы бас жоспар бойынша берілетін жерде ешқандай мәселе жоқ. Ода бізде округта кезектілік те жоқ. Қай жер ыңғайлы, өзіне ұнаған, егер бос жер болса, кез келген жерде өтініш беру арқылы оны алуға болады. Екінші, шаруа қожалық жерін алу үшін жалпы аудан орталығындағы жерді заңды түрде үйлестіру басқармасы бар. Жер бөлімі, сол жер бөлімінде өзіңіз барып ыңғайлы біздің округқа қатысты қазір 44 мың гектар бос жер болса, шаруа қожалығын ашуға жайылым жоспарынан, жаңа шаруа қожалық жерінен бөлек жалпы Қарауылтөбе ауылының жері 285 гектар жер бар. Соның қазір бізде 44 мың бос жер тұр. 44 мың. Оның ішінде соры бар, басқасы бар. Егер сіз өзіңізге шаруа қожалығын ашам деп барсаңыз, жер бөліміне сол жерде белгілейсіз, олар бізге жібереді, осы жерге конкурсқа шығаруға сіз келісесіз бе, келіспейсіз бе деп. Біздер қараймыз, жалпы барлығына келісіп жатыр осы кезге дейін. Кім таңдап барған жеріне барлығына келісіп жатырмыз, сосын біздің келісімізді алғаннан кейін жер бөлімі оны конкурсқа шығарады. Сосын конкурсқа қатысу арқылы арнайы комиссиямен сол жерде жерді ұтып алуға мүмкіндік бар. Енді мен қазір өзім бір нәрсені ойға алып жүрген ойым бар. Жалпы біздің қарапайым халықтың малы 27 шаруа қожалық болса, соның жеріне бір аяғын аттап басса малы кәдімгідей бір дау туып жүр қазір. Мысалы, Азнавай Тайпа каналы жұмыс жасап жатыр, қазір ремонт жасап жатыр. Соның айналасына қарапайым халықтың мына ішінде бола шаруа қожалық жоқ. Халықтың бойдақ малдарын апарып бақтыру үшін 70-80 мың теңге ақша сұрайды, жол жерінде бақтыру үшін. Енді қазір біздің жайылым жер жоспарымыз бекітілді, ауылдық округтың айналасындағы. Соған қоса біздегі Азнавай Тайпа каналының бойында бір 10 шаруа қожалығына тиесілі шамасында. Қалған жерлерде мысалы халықтың малына көп несі жоқ, пайдасы тие бермейді. Енді сол Азнавай Тайпа каналы бойындағы жерлерді мен өзімнің ойым
жалпы ауылдың жайылым жоспар жерінде бекітіп тастауды ойлап отырмын. Себебі ертең ауылдың жайылым жоспарына бекітілген Азнабай Тайпақ каналының бойындағы, судың бойындағы жерлерде ауылдың жайылым жоспар жерінде бекітілген болса, халықтың малын біреу мал бағам десе, сол жерге апарып емін еркін бақтыруға мүмкіндік аламыз деп отырмын. Жалпы басқа жерден жерде беруге мүмкіндік бар. Рахмет. Қасым Жасанұлы, жауабыңыз болса. Иғалиұлы айтқандай, мана айтты ғой, жер қатынастар бөліміне барып, өзіңізге ұнайтын жеріңізді барып картадан көрсетулеріңізге болады. Иғалиұлы айтып өтті ғой. Барлық кандидаттарға қатар қойылғасын сұрақ. Бір кісі жауап берсін. Жақсы, рахмет көп. Тағы да осы сұрақтарыңыз болса. Осы ауылдың тұрғыны зейнеткер Иманғали Бөрғали. Енді құрметті жаңағы ауылдық әкімдікке үміткерлер қоятын сұрағым, біріншіден енді жаңа үшеуіңіздің де бағдарламаларыңызды тыңдадық. Енді бұрыннан жасап келе жатқан Жәнібек Иғалиұлы барлық бағдарламасында сөйлегенде енді жасаймын, істеймін деп сөйледі. Енді бәрін не келсең істейтін сияқты. Енді жаңағы екі кандидат ықпал етемін жаңағы сол бағана да айттыңыздар. Енді сіздерге қоятын сұрақ, сіздердің бір ойлап келген, егер осы округке әкім бола қалсам, ойлап келген өздеріңіздің қандай мақсат, осы ауылда қандай жаңағы құрылыс па, жер жөнінде ме, басқа да өзгешеліктеріңізде халыққа қызмет ететін орындар ашуға ойларыңызда болды ма, бар ма деп келісіп келген енді кандидат болып өз өзіңізді үміткер болып түскеннен кейін өз дайындап қою керек қой. Енді Жәнібек Иғалиұлына қоятын, сіздің бағдарламаңызды жазған екенсіз, үлесімді қосамын деп, білім беру, мәдениет, денсаулық сақтау мәселелеріне. Енді менің айтайын дегенім осы денсаулық сақтау мәселесіне алдағы уақытта жоғары білімді маман әкелсеңіз деп ойлаймын. Соны өзіңіздің бағдарламаңызға қосуыңызды сұраймын. Жауап бере берейін ба? Енді маған қатысты сұрақ жаңағы білікті дәрігерлерді ауылға тарту мақсатында деп. Жалпы біздің ауылымызда болған, біздің округқа байланысты, жалпы округ әкіміне тиесілі, қазір менде тозығы жеткен жалғыз УАЗдан басқа ештеңе жоқ. Былайша айтқанда ашығы солай. Бірақ барынша мектептегі мына балалар жасөспірім спорт мектебіндегі спортшыларға олимпиадасы болсын, басқасы болсын, сол УАЗ көлігін беру арқылы мен ол УАЗ көлігін өзім пайдаланбаймын, мен жеке көлігімен жүрмін мемлекеттік қызметтерде. Ол көлік сол олимпиада, жарыс, турнир, сондай жұмыстармен барлығына, мәдениет спорт саласына барлығына қолдан келген көмекті беріп отырмыз. Қолдан келген бензин болса, онда беріп отырмыз. Ешкімнің өкпесі жоқ шығар, мына тренерлердің де басқасында қалай ыңғайы бар, солай келіп беріп жатырмыз. Екінші жаңағы біздің округқа қатысты тағы да енді осы ауылда 4 жыл еңбек еткеннен кейін бізге қазір керек мықты электрик керек, ауылымызға мықты техникалық суды жүргізетін адам керек. Жаңа Амангелді ағамызда, Ибрашев Амангелді ағамызда жаңағы қаражаттың аздығына байланысты тек ел үшін деп жүр осы ауылда. Ол суды да жүргізетін азамат керек. Қазір біздер тек ел үшін жүр Амангелді ағамыз. Басқа жұмыс қолынан келетін азамат. Тағы бір бізге керек мына жаңа өзіңіз айтқан ауылға врач керек. Врач. Біздер бұл нәрселерді ынталандыру үшін жаңағы осы Ақтөбеден бітірген бір студентке оның ағасы арқылы біз оған мынадай шарт қойдық. Сен біздің ауылға дәрігер болып келсеңіз, біз сізге новый үй салып береміз, астыңызға 150-лік Land Cruiser джип мінгіземіз дегенде жоқ, келмеймін деді.
Енді қазір мен бір жерден көзім шалып қалды, оны нақты жетік оқыған жоқпын. Жергілікті ауылдық жерге келетін манағы врач дәрігерлеріне 9 миллион ақша береді деген естіп отырмын қазір. Сол жағдай, сол бойынша мүмкін ауылға келер деп үміттеніп отырмын. Күні 1-2 күн бұрын осы хабарламаны естігенде сразу мен манағы Мейірдан Нұрлыбекұлы деген бар ғой, біздің жиеніміз. Соған сразу жаздым. Мынадай бар, келесің бе ағыласың деген сияқты. Күлді де қойды. Бірақ бұл жұмыс енді өте қажет. Бұл жұмысты жұмыстанамыз енді барымызша. Қолымыздан не келеді, соны ауылға тартуға тырысамыз. Мұнда бағдарламада енді жалпылама айтып кетті, жеке-жеке. Білім беру, мәдениет, денсаулық сақтау салаларын халыққа сапалы қызмет етіп көрсету деген. Бұның ішінде аптека ашу деген барлығы енді. Оның қазір бұл жерде деген үгіт насихат емес, бұл шарт осылай болғасын қысқаша атап өтуге тура келді. Айып өтпеңіздер. Мына орыстың атақты қолбасшысы бар ғой, Суворов. Генерал болмайым деген солдат емес деп. Енді әскери шеннің ең жоғарғысы генерал болу ғой. Біздің алған бағытымыз жалпы осы үнемі айтып жүрмін, Қарауылтөбе ауылдық округын аудан деңгейіне жеткізу. Сұрақтарыңызға жауап бар ма? Қысқаша жауап беріп өтейін. Сұрағыңыз орынды. Әкім болып сайлансаңыз, қандай жұмыс орындарын ашасыз деп сұрақ қойдыңыз ғой. Әкім болып сайлансақ, енді тұрғындардың өздерінің сұраныстары бойынша қандай бағытта ұсыныс білдіреді, сол бағытта көмектесуге әзірміз. Оның бәрі деген қаражатқа тіреледі. Несие алу, жеңілдетілген несие. Жалпы өз басым енді ауылда болғасын сүт өнімдерін қабылдайтын пункт ашқым келеді мен мысалы. Жалпы оған әйтеуір тұрғындар, әйел адамдар өздерінің өнімдерін өткізсе де мысалы. Сол бағытта ашқым келеді. Бір 2-3 әйел адам жұмыстанса да сол бағытта. Сосын демеушілер болса, бір супермаркет деп айтады ғой, сол бағытта. Әлеуметтік тағамдар, тауарлар қаланың бағасынан онша қымбат емес, сондай бағытта сататындай сондай өнім ашқым келеді. Ашу ықпал еткім келеді. Оған демеушілер ол Қарауылтөбеде бар деп ойлаймын. Сондай бағытта қолдап кететін азаматтар естіліп жатыр ғой. Сосын тағы да жалпы тұрғындардың өздерінің икемдеріне қарай, ұсыныстарына қарай қолдаймыз ғой. Енді менді келіп, сізді деген бостан босқа үміттендіріп, мен бұлай ашып тастайым, сіз 10 жұмыскер жұмыстанатындай бірден завод ашып тастайым, өнеркәсіп ашып тастайым деп сізді құр шүберекпен алдамай қойын. Бірақ дегенмен де тұрғындардың өздерінің ұсыныстары бойынша қолдауға әзірмін. Мана сіз айттыңыз ғой, Жәнібек Иғалиұлы ашам деп айтты, а сіздер ықпал етеміз деп айттыңыздар. Мен бірінші сіңісіп алайын сіздің ауылдарыңызға, сосын ары қаратай көреміз. Рысбек Ерболатұлы, сіздің жауабыңыз. Рахмет, біздің осылай кандидат болып түскенімізге, қызығушылық танытқаныңызға. Енді әр адам өз ісін бастаған кезде өзінің ойымен келеді, ойымен жүреді. Бізде бұл ауылға келгенде ауылдың адамдарымен кездесу арқылы ауылға қандай қажеттіліктер бар, сол арқылы өзіміздің жоспарымызды құратын боламыз, егер әкім болып сайлансақ. Сол арқылы ауылдың халқына көмектесуге, жаңағыдай ауылдың кәсіпкерлерін көріп отырық, естіп отырық, жақсы демеушілік жағынан жақсы көмек көрсетеді екен. Енді бұл тек қана ол кәсіпкерлерге қарап отыру деген сөз емес. Жаңа айттым ғой, ұйымдастыру әкімнің басты міндеті. Ауылдың жұмыссыз отқан халқын ұйымдастыру, көрсету, оларға жаңағы жолдарын, мемлекеттік бағдарламаларды кеңінен таныстыру, түсіндіру. Әкімнің негізгі міндеті осы ауылдың халқын біріктіріп, ұйымдастырып, мемлекеттік бағдарламаларды халыққа жеткізу, түсіндіре білу. Осындай ойым бар.
Рахмет. Тағы да басқа сұрақтарыңыз болса. Сұрақ жоқ болса, құрметті пікірсайысқа қатысушылар, айта қойыңыз. Мына үміткерге де бір сұрақ қояйын. Мына қазір мал шаруашылығы дамып жатқан. Сол мал шаруашылығы енді былай бүкіл сүйек саяқ, темір тері терсек бәрін өңдеу үшін не істеуге болады? Соны бәрі шашылып жатыр ғой мысалы. Сондай бір кісі табасыздар ма? Әлде араласпашы. Соны қалай жүзеге асырар едіңдер мысалы? Босқа шашылып жатыр ғой. Мал баққан адам бір бақа-шаға пайда тапқан жақсы ғой. Мына ауылға да жақсы, әйтеуір ақша болады, аз да болса. Соны қалай шешер едіңіздер деймін ғой. Рахмет көп. Түсіндік. Өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Жалпы деген енді қазір жөнді негізгі мәселе жалпы қазіргі менің ойымша халықтың еріншектігінде бірінші мәселе. Көп нәрсе туындайды осыдан. Егер әркім өзінің қырқылған қойын жүнін жуып базар ағамызға апарып берсе, ол сіздің формаңызға салып көрпеңізге сай қылып жүнін түтіп беретін мүмкіндік бар. Ол жаңа қайтарымсыз грант арқылы ана пандемияның кезінде сит ұстамаған кезде төбеден отырып күннің астында отырып жасалған жүн түту несі цехы. Оған ешкім апарып жатқан жоқ. Базарға жазып отырады статусқа. Жалпы ол жұмысы деген дөңгеленіп кеткен болса, осы жергілікті тұрғындармен ол басқаша жібі үйретін түрлі түсті сондай жоспарлап отырады базар ағамыз. Ол да халық деген жүннің қырқитта лақтырып тастап жатыр ғой. Бірінші мәселе осыдан сияқты. Енді тері өңдеу, жаңа сүйекті жөндеу. Енді мен тап басып бірдеңе істеймін деп айта алмаймын. Бірақ теріні өңдеуге жалпы әркім өзінің несі шамасы бар ғой. Теріні өңдеп қайыс қылуға деген сияқты. Оны қайыс қылған етік тігетін басқа жерлерге өткізуге деген сияқты. Оғанда ондай айналысатын адам қалмады деп жеке. Мысалы біздер ана қазір бау-бақша егетін арғы беттегі нені алып келеміз деп кәсіпкерлер арқылы қоршап жыртып береміз, бақша салатындар бар ма десе, соған кісі табылмай отыр ғой. Сосын жанар жағармай бекетін бәрін дайындап тұрып, пистолет не дейін ана заправка жасайтын, барлығы дайын тұр, айналысатын адам бар месе, оған да адам табылмай отырмыз. Ал жүн түтетін, жаңа тер өңдейтін жасап беремін десе, оны айналысып кететін адам бар ма жоқ па білмейміз. Жалпы Еғалиұлы айтты ғой, өздеріңізге байланысты жалпы қазақы киізден жасалған ағаларымыз бас киімдер киіп отырады. Сондай бағытта жүнді түтіп илеуге болады ғой. Жалпы қабылдау пункті дегенде енді алда уақытта кездесулер өткізіп қабылдау пункті бағытында жұмыстан іздеп көруге болады ғой. Осыған дейін өздеріңізге мәлім бір 5 жыл бұрын экспортқа шығаратын еді мысалы. Қазір уақытта ол экспорт тоқтатылған болатын. Ішкі бағытта бір экспортқа шығаратын бар енді. Өзіндік бір мөлшерінде, көлемде шығарады. Сол себепті ауылдық жерлерде тері, жануарлардың терісі бостан-босқа қалып жатыр. Өздеріңізге болады ғой, илеп, тиісті қабылдау пункті бағытында айтып жатсыздар ғой, соны іздестіруге болады. Алда уақытта бір кездесулер өткізіп, сол бағытында егер менің осындай қайсым бар, осындай терім бар, или осындай түтіп қойған жүнім бар, соны қабылдайтын жер бар ма іздестіруге болады. Рахмет. Ауыл тұрғындары басқа сұрақтарыңыз болса. Ассалаумағалейкум ауылдастар, құрметті кандидаттар, үшеуіңізге бір сұрақ. Жалпы енді біздің Ақжайық ауданында негізінен
мал шаруашылығы бойынша өзіңіз білесіздер ғой енді 80% халықтың мал шаруашылығын өмір сүріп жатыр. Соған сәйкес біздерде әр ауылда ветеринария саласы бар ғой. Сол ветеринария саласына қандай өзгеріс, олардың алға қарай дамуына қандай жаңашылықтар әкелер едіңіздер? Рахмет. Құрметті кандидаттар, уақыт шектеулі, тез жауап берсеңіздер. Ветеринар саласында қазір жүктелген жұмыстар көп. Жалпы мен қазір айтар едім, ең бірінші шартын қысқаша қазір уақытқа байланысты айтып кетейін. Ең бірінші нәрсе өздеріне жүктелген жұмысты 100% орындаса, соған рахмет айтар едім. Сосын екінші нәрсені ойлаймыз. Рахмет. Рахмет көп. Құрметті пікірсайысқа қатысушылар, естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі дебат тікелей эфирде жүргізілуде. Әлеуметтік желі арқылы кандидаттарымызға сәттілік тілеп отырған жерлестерімізге рахмет айтамыз. Және төртінші кезеңге көшетін болсақ, құрметті кандидаттар, осы сәтті пайдалана отырып, сайлаушыларға қандай үндеу жасар едіңіз? Қысқа нұсқа 1 минутқа дейін сөз өздеріңізде, жеребе бойынша. Бірінші кандидат. Құрметті жерлестер, жалпы жаңа мен баяндамамда баяндалғандай сұраққа байланысты жауап берілгендей айтылған жұмыстар, жаңағы мен әйгілі қолбасшы Суворовтың сөзін тілге тиек етіп жатырмын. Оны тегінден тегін емес, жалпы алға қарай ұмтылу мақсатында айтып жатырмыз. Мен сіздер ана қате түсініп қалмаңыздар, Қарауылтөбені аудан орталық қылам деп айтты деп. Әңгіме одан емес. Спорттық шара болды ма, аудан деңгейіндегі көлемде үлкен мәдениетті бір минусы жоқ сондай деңгейде өткізу. Мәдени шара өтті ма, жоғары деңгейде өткізуіміз керек. Қандай бір жұмыс құрылыс нысанын салды ма, сол стандартқа сай бәрін жоғары деңгейде жеткізуіміз керек. Біздің аудан орталығымызда, мен қала деп секіріп жатқан жоқ, аудан орталығында қандай қызмет көрсету орталығы бар, сол бәрі біздің ауылымызда көріп. Қарапайым ана суши жасау, шашлик жасау, басқа демалыс орындары, жаңағы қыдыратын орындар, парктер деген сияқты нәрсенің барлығы біздің округта болуымыз керек. Осы мақсатта Қарауылтөбе ауылының көркеюі, өркендеуі аудан деңгейіндегі ауылмен бірдей болу керек деген мақсатта ұмтылуда айттым. Дұрыс түсіну мақсатында айтып жатырмын. Осы мақсаттағы, игі мақсаттағы жасалған жұмыстар мен жасалатын жұмыстарға ауызбіршілікке шақырып, маған дауыс беруге сіздерді шақырамын. Рахмет. Екінші кандидат Айтқалиев Қасым Жасұланұлы. Құрметті сайлаушылар, жалпы өзімнің сайлауалды бағдарламамда көрсетілгендей әр пункті бойынша өзім тәжірибем, 10 жылдық тәжірибемде, мемлекет қызметтегі тәжірибемді пайдалана отырып атқарамын деп сенем. Жалпы маған дауыс беруге шақырамын. Рахмет көп. Есқалиев Рысбек Ерболатұлы. Құрметті Қарауылтөбе ауылдық округінің сайлаушылары, мен де өзімнің бағдарламамда айтқандай істерді жүзеге асырамын деген ойдамын. Маған дауыс беріңіздер. Рахмет көп. Құрметті жиынға қатысушылар және әлеуметтік желі қолданушылар, осымен пікір сайысымыз аяқтала келді. Жоспарлаған кезеңнің барлығын өткіздік. Кандидаттарға және белсене сұрақ қойған тұрғындарға рахмет айтамыз. Кандидаттарға сәттілік тілейміз. Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімін сайлауға белсене қатысып, азаматтық ұстанымымызды білдіреді деп сенеміз. Ауылымыз әсем, көшеміз көркем болу өз қолымызда. Рахмет көп.